Сәлеметсің бе балақай? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Арнама тіркелмеген болсаң, тіркеліп қой. От шашады жалындап, қатты ұшқанда зымырап. Ол не? Дұрыс, зымыран. Түрі жылқы бейнесі, жолақ-жолақ жейдесі. Ол не екен? Дұрыс айтасың, зебра. Балалар, зымыран, зебра сөздері қай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс, з. Бүгін біз з дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл з дыбысының бас және кіші әрпі. Зебра сөзі з дыбысынан басталады екен. Қане, бірге айтып көрейікші. З. Созылмай кедергімен айтылады. Яғни з дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Жүзік сөзінде з дыбысы қай жерде орналасқан? Дұрыс, сөздің ортасында. Жұлдыз сөзінде ше? Дұрыс айтасың, сөздің соңында. Яғни з дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі екен. Оқылым. Менімен бірге әріптерді бөлмей, қосып, әндетіп оқы. Az, az. Қаз, қаз. Жаз, жаз. Оз, оз. Боз, боз. Бозбала, бозбала. Зе, зе. Зерде, зерде. Зере, зере. Бозау, бозау. Зәулім, зәулім. Жұлдыз, жұлдыз. Зымыран, зымыран. Қызғалдақ, қызғалдақ. Балмұздақ, балмұздақ. Қоңыз. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Сергіту сәті. Орнымыздан тұрайық. Басымызды бұрайық. Оңға бір, солға бір. Бұрылып, сағат тіліне ұқсайық. Жазылым. З әрпін алдымен ауаға, сосын дәптеріңе жазып көр. Бас әріп жоғарыдан имек, 1, 2, 3. Кіші әріп 1, 2, 3. Өте жақсы. Сөйлем құрап үйренейік. Әкем қарбыз әкелді. Қарбыз өте дәмді. Енді сен құрап көр. Ойлан тап. Суретте не бейнеленген балалар? Дұрыс, қаз. Қасындағы әріптерді қосып оқып көр. Қандай сөз шығады екен? Дұрыс айтасың. Қазына сөзі шығады. Қазына деген байлық деген мағынаны білдіреді. Сонымен балалар, бүгін біз з дыбысы және әрпімен таныстық. Дыбысты айтамыз, естиміз. Әріпті жазамыз, көреміз. З дауыссыз дыбыс екен. Оны көк түспен белгілейміз. Балақай, басқа да әріптермен танысқың келсе, видеолар бөліміне өтіп қарап көр. Келесі кездескенше қош сау бол.